Сандуғаш деген әпкем бар, Әйгерім деген әпкем бар. Солар мені ең алғашқы болып қолдады. Не жасасаң да біз сені қолдаймыз деп. Бірден өзімді қолға алып болмайды. Мен бір нәрсе жасауым керек, отбасымның жағдайын кішкене жоғарылатуым қажет деген сияқты. Біз қазір білесіздер 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатырмыз. Ата-анама бір үлкен үй алып беру менің бір басты мақсатым болатын сол кезде. Бірақ карантинге байланысты менің жоспарларым өзгеріп кетті. Мен негізі сол қайтып келген кезде бірден мен бутик ашуым керек, бизнес бастауым қажет деген ой болатын менде. Бірақ карантин басталғасын ол бутикті ашуға бір қисын келмеді. Сонымен не керек, бутик ашуым қажет ақшама көлік алған болатынмын. Ең алғашқы көлігім Kia маркасын алдым. Сол көлікті алғаннан кейін Инстаграмда да жақсы танымал болып жатырмыз ғой енді. Сол Инстаграмның арқасында енді достар, мынаның барлығы. Менің қазір сіздерге осы аудиокнигамды жеткізіп жатырғанның барлығы да осы Инстаграмның жаңағы бір үлкен көмегі деп білем. Ең біріншіден Алланың, әрине, екіншіден себепші болып жатырған Инстаграм. Сөйтіп көлікті алғаннан кейін карантин басталып кеткесін бизнесімді біразға дейін аша алмадым. Бірақ бизнесіме бөлек тағы қаражат жинап, ақыры жаздың кезінде бизнесімді бастаған болатын. Ремонтын барлығын, жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бісміллә деп бизнесті да бастап кеттік. Жаздың кезінде бизнесті бастап, бәрі жақсы келе жатыр еді. Бірақ аяқ асты 29-нан 30-на қараған тамыз, августтың кезінде біздер достарымызбен қаланың шетінде демалу орталығы бар еді. Сол жерде жаңағы бір көңілді кеш болып жатыр деп хабарлады. Бәріміз соған бармақшы болдық. Сөйтіп жолға аттандық, бардық, көңіл көтердік, бәрі жақсы болды, бәрі жақсы аяқталды. Сөйтіп жолдан келе жатырғанда ол кезде ол демалыс орнына дейін жаңадан жол салынған болатын. Ол жолда әлі күнге дейін жарықтар, знактар, еш нәрсе қойылмаған еді. Мен шыны керек байқамай сол кезде көлікпен келе жатырмын ғой, енді өзім ең алғашқы жаңалған көлігім Kia деп айтып отырмын. Соны айдап келе жатырмын. Жаңағы қиылысты байқамай бірден жолдан шығып кеттім. Жолдан шығып кеткенде ол 5 метр жаңағы биіктіктегі құз екен. Ол қыздан төмен қарай көлікпен түсіп бара жатырмыз. Мен уже теңізге түскен шығармыз деп ойладым. Себебі 5 метр енді біраз қашықтық қой, көлікпен төмен қарай түсіп келе жатырмыз. Әлі көлік тоқтамай жатыр. Менің уже ешқандай да ана жерде бір қолданатын мүмкіндігім болған жоқ та. Көлікті тоқтату мүмкін емес болды. Тек жай ғана құздан ұшып бара жатырмын. Айқайлап жатырған жоқпын, шыңғырып жатырған жоқпын. Тек жаңағы рульді ұстап алғам. Сол рульді ұстап төмен қарадымда болды, менің біткен жерім осы шығар дедім. Шыны керек сол жерде берілгенім рас. Көзімді жұмған кезде бір суға, сорға бұлш еткізіп көлік ақыры тоқтады. Бірден енді көліктің ішінде сіңілім бар, достарым бар деген сияқты. Бірден есікті ашып жібердім да шықтым сыртқа. Сыртқа шығып қарап отырдым да, не үшін мен мынадай жағдайға тап болдым деген ой келді. Бұл маған не үшін берілген жаза деп бір ескерту сияқты болып қабылдадым да. Сол не керек, артқы жағы енді білесіздер ғой, авария болғаннан кейін жаңағы больницамен жалғасты. Арты сол күніміз, тіпті түніміз мүлдем ұйықтаған жоқпыз. Сөйтіп арты сот болды, ал көлігімнің көретін еш жері жоқ. Қасымда отырған жаңа достарым, сіңілім барлығы аман есен, ешқандай да зақым келген жоқ. Тек көліктің көретін жері болған жоқ. Мүлдем жарамай қалды менің көлігім, бір сөзбен айтқанда. Ал ол көлікке қаншама еңбек салдық, енді қаншама тырмыстық. Себебі осы күнге дейін біздің үйде, біздің отбасыда дұрыс көлік болған жоқ. Тек әкешім 92 жылғы Mazda автокөлігі болатын, соны айдап жүретін. Мүлдем біздің үйде жақсы көлік болмайтын. Андай тумаластармен кездесуге, жаңадай тойларға, той-томалақтарға барған кезде біздер ең жаман көліктен түсіп келе жатыратынбыз. Сол кезде кішкене тумаластарымның андай аянышты, бір андай сені бір бәрінен төмен көретін сияқты көзқарастарын байқайтынмын да.
сол кезде қашан бізде жақсы көлік мінеді екенбіз деп армандап бір ойлап қоятын едім. Сол енді жақсы көлігімізді алып, енді бәрі жақсы болды ма деген кезде ол көлігімнің отыны шықты. Сөйтіп 2 апта қиналдым мен, шыны керек. Ана көліктің енді мен мүлдем түсінбеймін, қыз баласы болғасын. Әкешім енді баяғы старый деп айтамыз ғой, ескі көлікті айдап қалғасын, жаңа көліктерді онша түсіне бермейтін, барлығына өзім жүгірдім енді. Құрсыншы дедім да, сонда көлігімді сатып жібердім сол жерде. Өте төмен бағаға кетті. Көлік кетті, бірақ Құдайға шүкір енді бизнесім жүріп жатыр деген сияқты. Бірақ көлік кеткеннен кейін көп адамдар, шыны керек, сырт көз сыншы дейді ғой. Сырт жаңа көздің, әсіресе жұрттар күле қара бастады да. Айтатын еді инстаграмда, көп қаңғисың, жақсы болды, міне саған жаңа жазаңды алдың деген сияқты неше түрлі хаттар да келді. Уайымдап жаңағы жағдайымды білгісі келіп, тілекші болып жатырған оқырмандарым да жоқ емес, әрине бар. Олар да жазып жатыр, бірақ негатив те көп болды. Күлгенде шығар енді. Содан не керек, 10 күннің ішінде жаңа көлік қазіргі кезде айдап жүрген 50-лік Камриді алған болатынмын. Мен өзіме айттым, мен сынбаймын дедім. Мынандай сынақ берілді ма, мен сынақты қабылдай білемін. Сынақты тек көтере алатын адамға береді. Шынымен ғой. Сынаққа сынбауға жет дедім да, бірден өзімді қолға алып 10 күннің ішінде үйіме деп жинап жүрген ақшама көлік алып алдым тағы да. Toyota 50-лік Камриді. Сонымен енді үйіме тағы қаражат жинауға жетпін, тынбай еңбектеніп жатырмын. Сонымен бір айдың ішінде үйтіп-бүйтіп 4 бөлмелі үйге жеттім. Достар, байқасаңыздар, қазір енді инстаграмда көріп жатыр ғой, көбісі 2 бөлме алып жатыр деген сияқты. Ал мен жалғыз өзім. Көбісі енді отбасылы болып алып жатыр ғой, қасындағы жолдасымен, жолдасының қолдауымен деген сияқты. Ал менде мына жерде тек барлық жүк менің мойнымда да. Барлығын мен ғана алуым қажет. Барлығына жауапты мен, отбасыма да жауапты менмін. Сөйтіп 4 бөлмелі үйді алдым. Ақыры жеттім осы мақсатыма. Үй ішімді жаңадай бір үлкен, кең үйде барлығымыз дастарханның басында қуанып жадырап, жақсы күндерді еске алып отыратындай кезіміз келетін болды ау дедім. Сөйтіп көп армандайтынмын бұрын. Бірақ мен үй алған кезде де сіздерге айттым, армандамаңыздар деп, мақсат қойыңыздар деп. Мақсат қойсаңыздар, соған нақ қадам басасыздар. Сөйтіп үйімді алғаннан кейін бизнесім барлығы жақсы жүріп жатыр. Міне, сіздер қазіргі кезде танып отырған Салтанат Айе бұл жағдайдың барлығына оңайлықпен жеткен жоқ. Енді осының арасында көбінің сұрағы бар ғой, Аманбек деген сияқты. Ол да бір бөлек әңгіме. Негізі жаңағы жол апатына түспей тұрып, біздер Аманбекпен келіскен болатынбыз. Көбісі негізі біле бермейді. Қазір осы жерден барлығын ашық айтқым келіп отыр. Сол жаңа ұсыныс тастамас бұрын енді сіздерге инстаграмда жарияладық қой, барлығын айқайлатып шулатып ұсыныс тастады ғой. Біз негізі 1 ай бұрын бұның барлығын жоспарлаған болатынбыз. Яғни пранк жасаймыз деп. Сондай ой болатын. Барлығы досконально кәдімгідей датасымен, күнімен, сағатымен белгіленген. Менің туған күнімде Аманбек сөз салады деп. Мен барлығын біліп бардым, бірақ инстаграмға енді байқатпай бір көз бояушылық ретінде пранк жасадық қой, бір сөзбен айтқанда. Көбісі ойлайды енді шынымен жүрді деп. Аманбек енді менен кіші, білесіздер. Білмейтіндеріңіз болса, Аманбектің жасы менен кіші. Бірақ бұл жердегі барлық пранкты ұйымдастырушы мен емес едім. Бұл пранкты Жеңісбек, енді қазіргі кезде Молдашев деген атпен барлығыңызға танымал досым ұсынған болатын. Осындай пранк жасайық деп Аманбекті шақырып, мені шақырып, Мадина барлығымыз үйде дастарханның басында отырып, осы пранкты ұйымдастырған болатынбыз, жоспарладық. Бірақ оның алдында жаңа авария болып кетті деген сияқты, оның өзі бір хайп болып кетті, біреулер тіпті аварияны хайп деп ойлады ғой. Бірақ ол шынымен болған жағдай ғой. Содан кейін ұсыныс тасталды. Ол ұсыныс тасталғаннан кейін инстаграм парақшам белсенділігі тіптен артып кетті. Бұның барлығы достар ойлауы мүмкін, не үшін пранк, не үшін жасап жатырсыздар деген сияқты. Бұның барлығы енді инстаграмда айтып отырмыз ғой, табыс табудың басты бір құралы инстаграм біз үшін. Сол үшін инстаграмда кішкене статистиканы көтеру үшін пранк жасағанымыз рас. Бірақ пранктың негізі арты беташарымен аяқталу керек еді.
Ал сіздер оны көрген жоқсыздар. Тек қана ұсыныс тасталды, содан кейін қалыңдық көйлегімен фотосессия болатын. Әрі қарай беташардың болмауының себебі